Ораза, ораза, ораза. Нәпсіге ерік бермеймін, нан ұрсын, нәпсіге ерік бермеймін, ораза, ораза. Салам алейкум, брат. Салам алейкум, брат. Салам алейкум, брат. Ассаламу алейкум. Товар. 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 Т. А. В. А. Р. Товар. Принес? Какой? Какой? Вот, какой? Красный. Красный товар. Красный товар. Внутри духи должна быть. Ага. Это я должен был принести? Нет, А кто? не знаю. Все. Лампу. Жақсы. Аман болыңыз. Күйеу бала аламыз, күйеу бала. Күйеу бала аламыз, күйеу бала. Өнген өскен әулеттен шыққанды күйеу бала. Саламатсыз ба? Ренжімеңіз. Теле2 бір күні шығамын, звонда басам. Ойбай, оны нәрседен қорқамыз. Қасыңызда отырамын ғой? Иә, мен ғой. Қалайсың, жан? Жақсы, жақсы. Не істейсің, келатсың ба? Қай жердесің? Иә, мен келіп қойдым уже. Мынау не бар ғой? Магазиннен бері қарай жүресің ғой? В общем, магазин жанына келсең, Кари, қалай? Кари деген жер, Кари деген магазин бар, короче. Иә, тура соған напротив жерде отырмын. Келе берсең, сөйлесе тұршы деген несі? Мен де сен жақсы көрем, жан. Сян. Каскане, какони, аркони, нанори. Сян. Коркони. Ачика. Мощни, жан. Я отырма. Жону. Оркос, нарам, оркони. Жан. Келатсың ба? Мен сен жақсы көрем, жан. Жоқ, сен біліш қойшы. Сен біліш қойшы. Мен сенен де қатты жақсы көрем. Жоқ, мен жақсы көрем. Мен сенен екесі жақсы көрем. Ой, жында. Не құрсын, жаңа таппадың ғой туалетіңді арбаттан. Ар жақта бір фонтандардың арасына көріп, короче, талдың арасына жібере салғансың ғой. Қоя бер, ешкім көрмеді. Давай. Әйгерім, пранк қой. Не ешкімге звондаған жоқпын. Пранк деймін, ар жақта камера түсіріп тұр. Соны көрдіңіз бе? Енді көрдіңіз бе? Сау. Рахмет. Қазбек би? Ол кісі қайтыс болып кетті әпке? Улица, білмеймін әпке, ренжімеңіз. Кешіріңіз. Девушка, здравствуйте. У меня для вас это маленькая песня. Можно исполнить, да? Можно. Просто так песня. Ораза кезінде нәпсіме ерік бердің. Аузымда ашып жіберейін ба тура, неғып бүйтіп менің нәпсіме ерік беріп тұрсың. Спасибо. Саламандро, пацаны. Как там дело, мело? Отлично. Ча, откуда будете? Алматы. Да. Местные, да? Пацаны, движетесь, да? Да, иногда. Какой район? Бастандырский. Ау? Бастандырский же, Тысуйский, с Да. разных районов. И Базаржо. Что там? Какого года вы? 3-го. 3-го, да? И Базаржо. Что там? Есть там? Мало там. В смысле? Деньги, там, сотка, шмотка там. С собой нету денег. А что такое? Я вижу же, сотка есть же. Нормальная сотка, да? Вот, да, говорю, да?
Что там? 3 сотка на. Ехала Дана. На. Что там? Сотка, мотка, шмотка, ребята. Ехала Дана. Вот боксом занимаюсь, да, вот? Красавчик. Да, вот. Ну что, давай, да, скетчик, 2 сотка. Сал! Пацаны, пранк, елки-палки. Чего вы сразу? Ну ты капец какой странный, бля, правда. Вот камера. Вот, бля. Ты вообще испугался, елки-палки. Че, нормально, пацаны, да? Ты сразу сотку в карму положил. Еба, я уже все понял. Все, обида нету, да, пацаны? Все, давайте от души. Удачного дня вам. Брат, ассаламу алейкум. Ассаламу. Есім не, брат? Есім? Мерген. Мерген? Қай жылғысың Мерген? 87. Вот, братан екенсің, а? Совет сұрасам бола ма? Айтады? Қызбен кездесейін деп тұрамын, да? Бірінші рет өмірімде. Андай. Түсінесің ғой, жаспыз да? Қызбен кездесіп көрмегенбіз, а? Соған ақыл кеңестерімді айтып жібере қойсам, қазір қобалжып тұрмын да, қазір кейін кезде не деп айтсам екен. Андай дайындалып жүрмін да, короче. Қалайсың? Деп андай грубый болып кетіп жатыр да мен таныстыққа. Все, сен қалған анау әзілін қос болды, басқа ештеңе керек емес. Әзіл болғанда. Анекдот айтып берейін ба? Күші болды, қыз. Братан, 1 минут, да? Мынау анекдот тыңдашы, айтуға бола ма, болмай ма? Короче, екі анашист дейді да, короче. Отқан ғой көшеде анашаларын шегіп ше. Сөйткенде, короче, төбеден анау орыс апа ақалаған ғой. Ублюдки, что вы курите? Постоянно здесь сидите. Идите вон деген ғой. Соны алға. Короче, апа қарап тұрады да. Ша дейді ғой, короче. Болмай, айтпақ қойын ба бұны? Конечно, айтпақ Анекдот білсем, братан, бәрібір көмектесіп жібере қойшы, братан, қазаққа бір көмектесіп жібере қойшы. Қазақша анекдот білмеймін бе? Орысша болса да айта берші, братан, өзім аударып аламын. Просто ұят бойын деп тұрам. Не айттарым білмей тұрмшы қазір. Анекдот емес, просто күлдіріп жүрсем болады, любой әңгімемен. Күлдір дейсіз. Короче, бүйтпеймін ба, короче, братан, қытықтамайын ба, яка кейін кезде. Еткен кезде қытықсы бар да, короче. И күледі оратына, короче. Күлдірсем болды, короче. Өлді да? Все, қытығылайым оны, братан, от души. Күлденген әлем алмастан сәлем деп қоясың да, короче. Қалайсың? Да? Қалай былай? Ау, там, түйнек жүріп жатсыңдар да? Есің кім болды, қарындас? Гүлназым. Әдемі қыз екенсің да, қараймын да, ана жерде тұрдың да. Азар жоқ. Че бар? Жігітің бар ма? Жігітің болса не істеді деп қоясың? Так, келіп отырық, Алматы дей ма, не дейді? Азар жоқ, Арбат дейді ғой да, сендерде. Азар жоқ, қалай өзі? Мамашық-памашықтар, еш аман есе ма? Базар жоқ. Қалай өзі былай сиыр сау, ау-мау, қалай барсың ба? Ондай жоқсың ба? Қалған қыздарын түсінбеймін бар ғой. Бізде аны сандуғаш дегендер көзін жұмып та 4 саусақ тық қойып бұра береді ғой. Жүрсе былай ары бер, там тудың судың қыдырып жүріп қайтпақсыз ба? Не дейді? Прогулка дейді ма да? Осыдан істеп қоясың ғой жала. Бүйтші. Клиптен көріп алғансың. Копейки стоит Каспийгой вперед. Көке өзіміз ауылдан проезд зорға тауып келіп отыр. Каспийгой вперед. Пожалуйста. Қой көке ондай. Пожалуйста. Жо. Көке оңай. Теңге жоқ деймін, братан. Каспийгой вперед. Бар ма? Бере қойшы еш құрсын. Мынандайды бұрын соңды пойыздан ғана көретін едік қой, братан. Поезд есть. Жо, братан. Қой, братан. Поезд. Қызбен танысып отыр едім, братан, артша хайба болып кетеді, жүре бере қойшы. Ауылда мұндайларын талайын сындырып тастаған ғой. Жолдағы олар ма? Былай, қай елсің өзің? Арулбай. Да. Елібай. Елібай? Былай, көріп тұр да, былай, өскен, өнген, әулеттен шыққан қыз екен. Қай қаладансың жалпы? Мана, конкретно түскен соң, короче. Мен өзім Тараздан болам, короче. Бүгін келіп атырмын, Алматы дейді ғой, короче.
Бай номеріңді ала қойын қарындасым да, вот. Хабарласып тұрайын құрғырсын. Да? А? Номеріңді бере ғой қарындас. Бай сөйлесейік, бай. Общаться етіп дейді ғой жана. Ау деп ша, телефонмен сөйлесіп түнде. Сен қош, жоқ сен қош деп ша, андай ол. Өлтірем ғой, короче. Бере ғой қарындасын, жазып ала қойын номеріңді. Қайда кетіп жатқан номер дейсің ғой. Единсің салып тұрам ғой қарындасым құрысын. Десе, ойлаш, осындай адам кеп тұрса саған. Ренжі, ева, пранк қой. Видео түсіріп атамыз. Ана жерде камера түсіріп тұр. Дәл қасына қыздың қасына отыр. Нормально ма, ренжіген жоқсың ба? Шыдай алмай кетті ғой до конца. Сен ренжімеңіз, иә? Күндіз сәтті түс. Мен негізі нормально жігітпін. Иә, әдемі ғой былай, қаш. Соска болып тұр ме? Все, рахмет. Я, достар, егер де видео ұнап жатса, лайк басып, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, арнаға жазылып, колокольчикті де басып қойыңыздар. Видеоны біз әрмен қарай жалғастырамыз. Соңына дейін көріңіздер, достар. Лайкты ұмытпайықшы. Салам, брат. Не смотри, брат, на меня. Там, на 5-м этаже, нас смотрят. Ты это, не пали. Так, без палева, что как будто мы не разговариваем с тобой. Товар принес? Какой товар? Ты о чем? Тебя не предупреждал? Что? Как тебя зовут? Елдос. Товар не принес, что ли? Какой товар? Ты меня с кем-то путаешь? Алло, это он? Где товар? Какой товар? На, әкелмеген. На счет 3. Стреляйте. 1, 2, 3. Как патроны закончились, елка-палки? Кеше, базардан барып алды еттік қой сендерге. Ана өлген жоқ қой, не істейміз lan? Мынаны ату керек қой. Мына өлген жоқ қой, тірі отырғанда қазір бастығын айтып береді ғой. Ой, біле, қойыңдаршы на. Қазір өзім өлтірем. Брат. Пранк. Вот камера снимает. Все нормально, брат? Это откуда взял? Что взял? А? Что взял? Вот. Лицо вот. Ничего с ним не так. И вообще, классно вообще. Молодец. Әкесінің баласы, папасының баласы, мамасының кішкентайы. Құдай. Молодец. Үлкен жігіт болып өссін айналайын. Кешегінен де тип-типтай бала едің. Ой, женім. Ой, не олайын. Все, брат, удачи тебе. Удачи. Давай. Кішкентай, әттетті, өте. Саламандро. Как дела, ребята? Нормально, у вас как? Все классно, да? Да. Вот. Друг, да? Друг, да. Молодец. Спасибо. Дружитесь. Да. Неудобно разговаривать. Здорово. Привет. Здорово, брат. Друг, да? Да, друг. Что случилось? Нет, дружитесь, вот. Молодцы, дружитесь, говорил, да? Маска, да? Ну, просто, короче, у меня сейчас такое задание на Ассаламу курсе. алейкум. Ассаламу алейкум. Тикток, да? Тикток снимает? Секрет, да? Хорошо. Да. Привет. Привет. До свидания, ребята. Пока-пока. До свидания. Алмат тұра, 5 сағат қойсам да. Қоя беріңіз.
Алматыдағы ең қымбат көше қай көше білесіз бе? Алматыдағы ең қымбат көше қай көше? Әл-Фараби шығар? Неге Әл-Фараби деп Қымбат болғанда ақшасы ма? Ана типа таксистер көп сұрайды деген ба? Сол не шығар? Әл-Фарабидан неге дейін Абая Жароковаға дейін кәдімгі кеше 1000 теңгеге апарып тастады бір көкеше. Мен айтамын ғой көке кішкене 700-ге апаруға болады ғой. 1000 теңгеге апарып тастап тұр ғой. Сол шығар қымбаты. Соның аралығы қымбат деп ойлаймын. Ал Алматыдағы өзіңіз ең жиі баратын орындар қай жерлер? Алматыда ең жиі баратын орындар үйге барасың ғой, короче. Үйге барасың, короче, сол үйде жатасың ғой, короче. Ана антенна қосқанбыз үйге. Жақсы каналдар бар да біздің үйде. Ал парктерден, осындай Арбат сияқты жерлерден ше? Жүре бересің, басың оған жақ. Ағайындар, короче, қақта жиналамыз, стрелка қақта болады, короче, жүре бересің ғой. Кіммен? Ерексіп қалады, например. Ал олар одной кел дейді, короче, таксимен жұтып барасың да. Әл-Фарабидің жаңағы қымбат та такси. Метроға жиі мінесіз бе? Жалпы метро қай жыл ашылды, қанша километр екені туралы хабардарсыз ба? Онысын білмеймін, бірақ метро мініп тұрамын, жақсы. Пойыз ба? Жердің астынан жүретін пойыз ба? Мініп қойған да. Жақсы, молодец істеп қойған. Жақсы, жұмыс істеп жатыр ғой негізі өкімет. Оны елдер жамандай береді, ойбай ананы істемейді, мынаны істемейді. Десек қайта, мақтап қою керек қой. Жақсы жұмыс істеп жатыр да. Сізге де рахмет. Мен сізге сұрақ қойсам бола ма? Қалайсыздар? Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы. Сонымен қатар менің Instagram парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Ол жақта пранктан бөлек қызықты сәттерді, қызықты видеоларды салып отырам. Тіркеліп қойыңыздар. Братан? Ассалаумалейкум. Не знаете меня, что ли? Нет. Ты кто? Вас как зовут? Денис. Денис, елки-палки. Смотри. Как зовут, скажи? Ебан, не знаю, что ли? Нет. Жаныма, өзім сені кәдімгідей неден шығарып едім ғой? Что? 9-шы роддомнан мен сені өзін алып шығып едім ғой. Жаныма, киттай өзің сап-сары жылай бересің ғой жаңағы әлгі жерде. Құдай-ау, мен танымай тұрсың ба? Не понимаешь казахский? Ойбай, Денис, нәндайсың? Кішкентай. Ты маленький был тогда. Бежал вот так, голый бежал вот так. Я тебя же... Ойбай, мен сені өзім өсірген жоқпын ба? Ойбай, Денис, соседи были же. А где? Я в 4-м этаже. Ты тогда алмасаға, ой, мұрмыңа, кішкентай палзы киіп алып жүгірушең, ай, өзім бақтым ғой сен. В другом Құдай, дөжік болып кетсін. Алып жібер. Я говорю, в другом городе-то жил, блин, вообще. Ой, молодец. Не волнуй. Қазір женился? Нет? Пока мало. Ой, Я молодец. пойду. Хорошо, давай, мама, папаға сәлем айт. Ассалаумалейкум, брат. Біз 8-ші арнадан барыңды бағала деген бағдарламадан сұхбат алып жүрміз. Бұл енді шынайы қалауым сияқты шынайы бағдарлама болғандықтан біздікі тек қана шынайы жауап беру керек бауырым. Мен де негізі танимын сені ше, былай көрем. Шындықты жақсы көретін жігітсің ғой негізі. Жалпы Қазақстанда көбісі айтады, жол дұрыс істелмеген, погодасы ауа райы құртылған, анаусы дұрыс емес, мынаусы дұрыс емес дейді. Сол жағынан саған не ұнамайды? Мен өзім жалпы семейден негізі. Аха. Сен жақтың жолын көрсең баш әңгіме жоқ. Семейдің жолы ужас бір сөзбен айтқан кезде, масқара, әлі Әдемі жөнделмеген. мосты бар бізде ше. Аха. Мосттың өзі жол. Қиын ғой. Енді брат, былай қылайық. Бізде енді жоғарыдан жіберіп отыр да бізді. Бірмен. Бізге негізі бүйтіп айтқан ғой. Халық мысалы ешқандай жаман нәрсе айтпасын. Только мысалы Семейдің жолы жаман ба, Семейдің жолы жақсы, сондай деп ше. Давай, брат. Семейдің жолы жақсы, барлығы күшті, маған ұнайды. Просто әшейін ертең неге шығады да? Кәдімгі телевидениеге шығады. Просто әшейін Семейдің жолы жақсы, маған бәрі ұнайды дейді. Енді сіз жаңа өзіңіз айтып жатсыз, өзім Семейдемін деп. Жалпы Семейдің жолдары болсын, экономикасы болсын, жалпы қалай? Өзіңізге ұнай ма? Семей жақсы ғой, ұнайды маған күшті. Жағдай жасап жатыр. Мәзбіз отбасымызбен жақсы күшті бәрі. Көбісі айтады, Семейде жолдары теп-тегіс өте мықты жасалған деседі. Соған қалай қарайсыз? Теп-тегіс. Жақсы, жаймен өте бересің ғой. Шоқалақ жоқ бір тесік жоқ. Ұнайды маған. Жалпы Қазақстанда ешқандай проблема жоқ. Барлығы сізді көңіліңізді қонжатады. Иә, қонжатады. Қонжатады деген не ол?
Оны жұтады деген нәрсе ғой. бір сөзбен айтқан кезде Қазақстанның жағдайы жақсы, айлық барлығы жақсы. Ұнайды сізге? Жақсы, иә, ұнайды, күшті. Мен мақтанам, құмарланып шаттанам. Все, брат, жана келіскендей. Все. Все, жақсы. Ешкім етпесін.